Қайырлы күн достар, осындай қыста рахаттанып отырып жейтін салаттың рецептімен бөлісемін. Жасалуы өте оңай, менімен бірге болыңыздар. Осындай помидорымызды аламыз, блендермен жақсылап езіп аламыз. Блендермен езгенде қабықтарының бәрі майдалап, осындай езілуі қажет. Пиязымызды алып майдалап турап, майымызды қыздырып, пиязымыз қызарғанша осылай қуырып аламыз. Енді бізге қажеті болгар бұрышы, бізге қажет ащы бұрыш және жартылай ащы бұрыш қажет. Сәбіз қажет болады және сарымсақ қажет болады. Блендерге осының бәрін ұсақтап майдалап турап аламыз. Болгар перецін. Енді осы қызарған пияздың бетіне осындай болгар туралған перецімізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Онан кейін жаңағы помидорымызды осылай құямыз, жақсылап араластырамыз, қайнатамыз. Қатты қайнағаннан кейін астындағы отын баяулатамыз. Міндетті түрде араластырып тұрамыз. Татымына қарай тұз саламыз, тағы да араластырамыз. Осындай түйіршік қара бұрышымызды саламыз. Және де лавр жапырақтарын қосамыз. Тағы да араластырып, 1 сағаттай қайнатамыз. Енді бізге көк осындай укроп, петрушка, көк шөптер қажет болады. Майдалап турап дайындап қоямыз. Енді осылай қайнап піскеннен кейін бізге сарымсағымызды және де сәбізімізді саламыз. Тағы да жарты сағаттай қайнатамыз. Онан кейін көк шөптерімізді бетіне саламыз. Салат міне дайын болды. Достар, міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Қыстың күні рахаттанып, осы салатты жеп отырасыздар. Сіздермен болған мен Жанар. Каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.